Көптен көкейде жүрген бір оқиғаны баяндайық. Сіздерге өтірік, бізге шын. Тек жындының сандырағы дей көрмеңіздер. Бізге нанбасаңыздар, сол өңірдегі осы оқиғаға куә болған барша қараша халықтан сұраңыздар. Біздікі тек қаз қалпында жеткізу. Табиғаты таң қалдыратын Үржар өңірінде болған бұл оқиғаға да көп болған жоқ. Айналасы 4-5 жылдың жүзі ғана. Тарбағатай тауының баурайында Қарабұйрат дейтін ауыл бар. Мезгіл мамырдың мамыражай күндері болатын. Сол күні Қарабұйрат орта мектебінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Дәлелхан Біләлов оқушыларға сабақты таза ауада, далада өткізбек болады. Көгал үстінде әдеттегідей жаттығулар жасалады, ойын ойналады. Сабақ соңында бір топ оқушылар серуендеп таяқ тастам жердегі өзенге барады. Кенет көк майса шөп қозғалғандай болады. Таң тамаша болған оқушылар алғашқыда еш селт етпестен қызық көріп жақындай түседі. Қолдарына ілінген кесек тасты лақтырып қалады. Осы мезетте әлгі айтып отырған көк майса шөбіміз адамға айналады. Адам болғанда өстін салақтаған жүн басқан, кәдімгі ертегілерден көретін жабай адам. Олардың жүні жасыл түске бейімделіп жатқанда шөптен ажырату қиын болса керек. Оқушылардың дені қиқу салып кері қашады. Қашпай қалып қойған Қуат пен Қуаныш есімді екі оқушы бетпе-бет кездескен бұл екеуі олардың бесеу екенін байқайды. Екеуінің бойы 2 метрден биік, қалған үшеуі сәл аласалау. Біздің пайымдауымызша ұзын екеуі аталық пен аналық болса, қалғандары балалары болса керек. Бастары сопақша, беттері қап-қара түк басқан жабайы адамдардың ала көздерін екі оқушы анық байқайды. Бірақ сәлден кейін жабай адамдар тұра қашады. Қуат пен Қуаныштың айтуларына қарағанда, желдей жүйіткіген жабай адамдарға жүйрік атта, құмай тазда жетпейтін көрінеді. Олай дейтініміз, сол ауылдың тағы бір тұрғындары жабай адамдарды көріп, мотоциклмен қуалап жете алмаған. Қош делік. Бұдан кейінгі әңгіме не болды дейсіздер ғой. Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Дәлелхан Біләлов үрейленген оқушыларды жинап алып, әңгімелеріне қаныққан соң көздеріне елестеген шығар деген ниетпен барлығының қолына қалам мен қағаз беріп, әр кабинетке отырғызып, көрген бейнелерін қағазға түсірткізеді. Ғажабы сол, барлығы айна қатесіз бір бейнені салып береді. Арнайы ғалымдар барған кезде оқушылар салған суретке қарап нақты жабай адамдар екенін анықтайды. Сәл тарихқа көз жүгіртсек, біздің арғы ата-бабаларымыз жабай адамдардың ұрғашыларын ұстап тұқым алу мақсатында қазақтың батырларымен жақындастырған. Бірақ нәтижесі сәтсіз болғандықтан тұқым батыр емес, мешкеге айналып кеткен екен. Осыдан кейін оларды қырып тастаса керек. Кей деректерде оларды 4 қолды адам деп атайды екен. Олай атауының себебі аналықтары жүгіре-жүгіре, омыраулары салбырап, алыстан 4 қол тәрізді көрінеді екен. Бұл туралы Үржар аудандық Уақыт тынысы газетінде орыс тілінде мақалада жарияланған. Тағы да біраз дәйекті дәлдер келтірейік. Тарбағатай тауындағы жабай адамдарды алғаш рет сол өңірдің халқы 1986 жылы көріпті. Бұл жайында аталмыш аймақтың тумасы шежіреші Тұрысбек Құдайбергенов аудандық газетте жарияланған кісі киік мақаласында айтады. Ал Шығыс Қазақстан облысына тарайтын Дидар газетінде шыққан профессор, тарих ғылымдарының кандидаты Мұхтарбек Кәрімов Тарбағатай тауының бірнеше жерінде кісі кейіптегі жабай адамдардың нақты барын анықтайды. Үржар ауданына қарасты Тасбұлақ ауылының халқы 2005 жылы бұл адамдарды бірнеше рет байқаған. 2011 жылы Благодатная ауылының малшылары таудан мал түсіріп келе жатқанда тұманың басында үстілерін жүн басқан сабалақ маймыл тектес жабай адамдардың бірнешеуін байқаған екен. Енді Ресей ғалымдарының пікірлерінде келтіре кетейік. Криптозолог Майя Быкованың пікірінше, қар адамы қолға түскен кезде телепатиялық қасиетін қолданып, адамды бір сәт гипноздағандай болады. Осы сәтті пайдаланып, қар адамы ұсталған жерінен сытылып қашып кететін көрінеді. Қуғыншылардың көзін байлағанымен де, бірақ олар өздерін жасыра алмайды. Қар адамы жер шарының барлық аймақтарында кездеседі. Бірақ қызығы, қар адамдары топ-топ болып жүрмейді. Бірді екілі болып қана кездеседі. Егер олар топтасып жүрсе, жер бетінен жойылып кету қаупі төнер еді. Қар адамы қай жерді мекен етсе, сол елдің, яғни ұлттың антропологиялық кескінінен айнымайды дейді Александр Белов.
Мысалы, Азияда моңғол типтес болып кетсе, Солтүстік Америкада үндістерге ұқсайды екен. 1940 жылы Мәскеу мемлекеттік университетінің түлегі биолог Ван Зелин өлген адамның мәйітін зерттеген. Оны Моңғолияда аңшылар байқамай аң екен деп атып алыпты. Шынымен де жаңағы мәйіт моңғол ұлтына ұқсайды екен. Кең жақты, қысыңқы көз, тағы да басқа. Осы ерекшеліктерді алға тарта отырып, Александр Белов криптозоологтар үшін күтпеген болжам жасады. Ешқандай да қара адамы жоқ. Бұлар тек әртүрлі себептермен жабайы болып кеткен адамдар деді. Ақыл есі кем адамдарды 15-18 ғасырларда адам аяғы баспаған аралдарға, ну ормандарға апарып тастаған көрінеді. Жеңіл жүрісті әйелдерді де сол жерге апарып тастаған. Орта ғасыр хроникаларында осындай аралдарға ат басын тіреген кемедегі адамдар аралда денесін жүн басып кеткен жабай адамдарды көрген. Жабай адамдар сол ортаға бейімделіп, олардың түрлері де өзгеріп кетеді дейді ғалымдар. Оның куәсі кәдімгі Маугли феномені деуге болады. Сәби кезінде орманда адасып кетіп, қасқырлар асырап алған Мауглиді бәріміз кітаптан бала кезімізден білеміз. 1996 жылы Қытайдың шалғай бір ауылында кішкентай тірі жан иесін аңшылар бамбук аюларының балаларымен ойнап жүрген жерінен тауып алған. Баланың денесін түгел жүн қаптап кеткен. Өзінің үстін мысық тәрізде жалап қояды екен. Ағаштың жапырағын қорек қылған. Қолының саусақтарының, аяғының башпайларының тырнақтары ұзын болған. Қар адамы феномені туралы әлі де құпия көп. Беловтың болжауы шындыққа жақын десе болады. Әр ұлтта өзінің қар адамы бар. Мүмкін Александр Белов тұжырымдағандай, ешқандай қар адамы жоқ шығар. Тек жабайы болып кеткен ақыл есі кем адамдар шығар. Кім біледі? Бұл әлі де құпия. Ал Шығыс Қазақстанның Үржар ауданында кездескен қар адамын көрген бірнеше адамдар бар. Сонымен, бұлар кімдер? Сіз не дейсіз?